Всем ассалаумалейкум, достар, қалайсыздар? Менің роднойларым. Мен білем ғой, всегда сендер шын отзыв айтасыздар. Негатив та емес. Хотя негативтер болса да, кейде нормальный, кейде жоқ ненормальный деп айтасыздар. Мен давно бір өлең жаздыртқам ғой, қазақша өлең. Иіскейін деген. Шынды айтсам, мен WhatsApp'та голосовой жіберуге ұялатын адам ше. WhatsApp'та голосовой жібермеймін ғой. Важный адам болса да, шрифтпен жазып жіберем. Голосовой жіберген кезімде қайтадан естуге вообще никак. Сразу өшіріп тастаймын, если жіберген күннің өзінде. Соған бір өлең жаздыртқам ғой. Қазір жолда келатып есіме түсіп қалды да, сол өлең бар екені. Арасында қалып кеткен ғой. Соны естіп көріңіздерші. Только шын айтыңыздар, болады или болмайды. Қазір екінші мәрте естіп жатырмын. Мен бір рет жаздыртып болғаннан кейін естігем. Екінші мәрте қазір жолда келатып естіп жатырмын да. И сіздермен бір бөлісейінші. Сіздер менің всегда конкретный достарымсыздар ғой. Тыңдаңыздар, сұхбат беремін. Қолаң қара шашың бар күн қақтаған, қос бұрымың жотаңда бұлғақтаған. Қалқам сенде жерімнің иесі бар, жердің иісі жұпардан қымбат маған, күн қақтаған. Қос бұрымың жотаңда бұлғақтаған, қымбат маған, күн қақтаған. Қос бұрымың жотаңда бұлғақтаған. Негізі Еркін Нұржанов айтқан еді ғой бірінші. Одан кейін Эруан айтқан ғой несін. Не дейді анау? Кавер қылып айтады ғой. Сол Эруанның кавер қылып айтқан версиясы маған қатты ұнап, всегда естіп жүретін едім да. Соны бір айтып көрейінші өзім деп айтқаным ғой. Пожалуйста. Шынайы отзыв жазыңыздар, күтемін. Күлсеңіздер, күліңіздер. Shunchalar ko'rmading, mehrimni bilmading, borimni berdim lekin meniki bo'lmading. Qalbingda o'zgalar, kutdim deb o'zgarar, lek o'zgarmading.